Hey my friends, сәлем досым. Бүгін мен сені 5 минуттың ішінде кино көру арқылы сөйлеп үйрететін боламын. Мен салтына 8 жылдық тәжірибесі бар. Әдісім 100% практика. Фильм көру арқылы табиғи әдіспен сөйлеп үйрену. Студенттерім бірінші сабақтан сөйледі. Мысалы, Сабина курсқа келгенде elementary деңгеймен келді, яғни мүлде сөйлей алмай келген болатын. 2 айда осы деңгейді артып, Малайзияға оқуға барғанда 2 сөйлесе алды. Келесі 54 жастағы Гүлнара ханым 2 айда шетелдік құдалармен сөйлесуім керек деп үлкен бір мотивациямен келді. Міне бұл қараңыздар 4-ші сабақтағы сөйлеуі. My name is Gulnara in Kazakh. I live in Moscow. Wow, really? Happy to be Moscow. Great. 2 аптадағы нәтиже 0-ден келді. Алда әлі 1,5 ай бар. Жас маңызды емес, бастысы бірден дұрыс әдіспен 100% практика арқылы сөйлеп бастау. Давайте, guys, практика арқылы сөйлеп үйреніп көрейік. Okay, let's start. I'm here. Мен осындамын. I am in my new apartment. I'm in my new apartment. Мен жаңа пәтерімдемін. I am in ішінде my менің new жаңа пәтерімдемін. Мен жаңа пәтерімдемін. I'm in my new apartment. Ешқашан жаттағанда бір талдап жаттамаңыздар. Осылай сөйлемен жаттаймыз. Өйткені егер сіздер бірден сөйлемен жаттайтын болсаңыздар, сөйлеген кезде автоматты түрде сөйлемдер шығатын болады, иә. Ал егер де бір талдап жаттайтын болса, сөйлеген кезде бағанағы сөздер шашап сөйлесіздер де құрай алмай қаласыздар. Сол үшін бірден көріп, қайталап сөйлемен жаттаңыздар. Енді айтып көрейікші, апартменттің орнына мен жаңа бөлмемдемін. I'm in my new room. Мен жаңа үйімдемін. I'm in my new home. Good. Great. Тамаша. I live with Marsha. We're roommates. I live with Marsha. Мен Маршамен тұрамын. Яғни with деген мен деген жалғау, иә. Марша мен десек with Marsha. Мен досыммен тұрамын. I live with my friend. Көрдік пе, guys? Осылай бір сөйлемнен жаттап алса, кейін сөйлегенде ауыстырып қоя бересіздер. Сөйлеу жеңіл болады, яғни шаблон арқылы сөйлеп үйренеміз, иә. We are roommates. We-дан кейін міндетті түрде are қоямыз. Біз кімбіз? Бөлмелеспіз, иә. We are roommates. Біз класстаспыз. We are classmates. Біз группаласпыз. We are groupmates. Good, guys. I want to cook dinner. Келеді, я хочу деп айтамыз. I want to. Не істегім келеді? Cook dinner. Кешкі ас жасағым келеді. I want to cook dinner. Мен кітап оқығым келеді. I want to read a book. Is there a supermarket near here? Is there a supermarket near here? Яғни, there is десек бар, иә, бар, есть. Бар ма дейтін болсақ, is алдына қоя саламыз. Is there a supermarket? Супермаркет бар ма? Давайте супермаркеттің орнына басқа нәрсе сұрап көрейік. Мысалға, магазин бар ма? Is there a shop near here? Осында жақын жерде дейді, иә? Marsha knows. Marsha knows. Марша біледі. Мен білемін. I know. Ол біледі. He knows. Менің мамам біледі. My mom knows. Okay, guys. Көрдік пе? Осылай бірден естіп, есту маңызды. Өйткені сіздер кейін шетелдікпен сөйлескенде естіп үйренбесеңіздер түсінбей қаласыздар. Естіп, қайталап, осы шаблонмен бірден сөйлеп үйренеміз. 100% практикаға негізделген әдіспен бірінші сабақтан сөйлеп үйренгің келсе, менің тегін пробный сабағыма келді. Бірінші сабақтан сөйлеп баста. Окей, bye-bye.